Арсен екеуіңіз қалай таныстыңыздар деп өте көп адамдар сұрайды. Негізі біз бағдарламаларға барған сайын айтамыз, бірақ сонда да сұрай береді. Енді қазір осы жерде де айтып берейін. В общем, 2016 жылдың ақпан айында Жайдарманда бір бағдарлама болатын болып, жан-жақтан квнщиктер келеді. И Алматыда бір квартирада барлығымыз бір ойын ойнап отырамыз. Сол кезінде есіктен бір кішкентай бөпе кіріп келеді. Бойы ұзын, бірақ түрі бөпе. И ана бала кіріп келген кезінде, құдай жаным, мына бөпе көз қонтай, сүйкімдісін, ай, кімнің бөпесі мынау деп айтқамайын ба? И ана жігіт сразу түрін жинап алады, бөпеше. Кісі болып, мені игнорға тығып, ана жерде типа мен сөзімді естімеген сияқты болып келіп отырады. Ойынды мен жүргізіп отырмын, енді андай ғой, адам сені біреу игнорға тыққан сайын, андай мән бермеген сайын сен соған түйсе бергің келеді ғой, или мен ғана сондаймын ба десең. В общем, сол балаға сөйлей берем, сенсің ғой, сен бір бәлесің ғой, сен шір бәлесің. И анау маған вообще адам-ау деп тұрған жоқ та. И прикиньте, жаңа бірінші бөпе болып тұрған бала 1 сағаттан кейін жаймен өседі ғой. 2 сағаттан кейін вообще өседі. 3 сағаттан кейін вообще 4-5 сағаттан кейін өзіммен жастығып алдым ғой ананы ше. И уже 5-6 сағаттан кейін сонымен жүріп кеп атыр десең. Вообще 5-6 сағаттың ішінде ана балаға сынып қалам, мама, кошмар.